Кедей емеспін. Ерболат Досаев қымбат киімге ақшаны қайдан алатынын айтты. Әлеуметтік желілерде қала басшысының 2,2 миллион теңге тұратын күрте кигені туралы ақпарат тараған болатын. Алматы қаласының әкімі Ерболат Досаев бизнесте жұмыс істеген, табысы өзіне жететін қымбат киім алуға жағдайы бар екенін айтты. Алдымен ол қанша жалақы алатынына тоқталды. Қызметтік жалақы ғой, бізге де арасында басқа да мемлекеттік қызметкерлерге берілетін сыйлық ақы, яғни премия беріледі. Сондықтан менің жалақым 950 мың теңге, дейді Ерболат Досаев орталық коммуникация қызметінде өткен баспасөз мәслихатында. Сондай-ақ журналист әкімге осыдан бірнеше жыл бұрын Алматы қаласының әкімі қызметінде тағайындалған кезде әлеуметтік желілерде сіз киген Лоро Пиано курткасы қызу талқылауға түсті. Оның бағасы 2,2 миллион теңге. Бұған қатысты әртүрлі пікір айтылды. Қымбат киімге ақшаны қайдан аласыз деп сұрақ қойды. Қала басшысы өзінің ұзақ жылдар бойы бизнесте және мемлекеттік қызметте жұмыс істегенін атап өтті. Сіз менің биографиямды толық оқымаған сияқтысыз, себебі 2006-2012 жылдары мен бизнеске қайта бардым. 1998 жылдары тиісті табысым кәсіпорындарда үлесім болды. Бизнеспен айналыстым, дейді Ерболат Досаев. Менің күрте сатып алуға жағдайым жетеді, бірақ қазіргі жұмыста костюммен басқа ештеңе керек емес, себебі менің жұмыс кестем өзгерді. Қазір мен уақытымның көп бөлігін үйде емес, жұмыста өткіземін, дейді Ерболат Досаев. Сондай-ақ ол Lancaster Group компаниясындағы үлесін басқаруға бергенін жеткізді. Оны сіз білетін шығарсыз. Мұның барлығы ашық жазылған, деп түйіндеді сөзін Алматы қаласының әкімі.